Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз кәсіби қазақ тілі пәні бойынша келесі тақырыпқа көшеміз. Тақырып қоршаған ортаның экологиялық мүмкіндіктері деп аталады. Бұнда қоршаған ортадағы болатын түрлі өзгерістер, олардың биологиялық, реакциялық, су ресурстарының және түрліше тығыз байланыстылығы, олардағы болатын адам мен тірі ағза арасындағы байланыс, мұндағы сан алуан түрлі биомассалық ресурстардың түрлері сөз болады. Сонымен бірге жер бетіндегі құстар мен сүтқоректілердің сақтап қалу маңыздылығы, олардың қызыл кітапқа енуі туралы қызыл кітап жайында қысқаша мәліметтер берілген. Егер сіздер осы мәтінмен таныссаңыздар, одан соң мәтінге сай сұрақтарға жауап береміз. Қоршаған ортаның экологиялық мүмкіндіктерінің теріс өзгерістері дегеніміз не? Сіздерге берілген тапсырма мәтінді оқыңыз деп тұр. Демек, жауап мәтін арқылы беріледі. Қызыл кітап қандай мәліметтерді қамтиды? Қоршаған ортамен адамзат байланысын анықтаңыз. Барлық сұраққа да, 3 сұраққа да жауап мәтін арқылы, мәтіндегі сөйлемдер арқылы беріледі. Әрбір сөйлемді жазып болған соң, өз пікіріңіздің дұрыстығын тексеруді ұмытпаңыз. Екінші тапсырма топтық жұмыс. Бейне жазбамен танысамыз. Одан соң бірінші топ табиғат бейне жазбамен таныса отырып, табиғат ресурстары жайлы әңгімелейміз. Екінші топ қоршаған орта ресурстарын пайдалы және пайдасыз ресурстар деп бөліп топтастыруға бола ма? Осы сұрақ төңірегінде жауап береміз. Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгін сіздердің назарларыңызда бейне сабақ табиғи ресурстарды жіктелу деп аталады. Ресурс дегеніміз қазақ тілінде қор деген мағынаны білдіреді. Яғни табиғи ресурс адамзаттың қажеттілігін қанағаттандыратын табиғат байлығы, яғни материалдық байлық болып табылады. Табиғи ресурстар өзара екі ірі топқа жіктелінеді. Сарқылатын ресурстар, сарқылмайтын ресурстар. Сарқылатын ресурс дегеніміз аты айтып тұр. Оның, яғни шегі бар. Ол қай күні болсын әйтеуір таусылады. Ал сарқылмайтын ресурстар, бұлар аты айтып тұрғандай, оның таусылмайды. Сарқылатын ресурстар өзара екі топқа бөлінеді. Қалпына келмейтін және қалпына келетін. Қалпына келмейтін ресурстарға пайдалы қазбалар жатады, яғни минералдық пайдалы қазбалар. Олар көмір, мұнай, газ, металдар. Ал қалпына келетін ресурстар су, топырақ, өсімдік және жануарлар. Бұлар неге қалпына келмейді? Олар кезінде қалыптасып болды, яғни қалыптасу процесі аяқталды және әлде жүріп жатыр. Оны адам күнделікті қолданылғаннан кейін оның бір таусылатын уақыт келгенде таусылады. Мысалы, Екібастұздағы мұнай кешіңіздер көмір кен орны алдағы 200 жылда аяқталады. Жалпы Қазақстанның мұнай ресурстары ғалымдардың есептеуі бойынша 50 жылда аяқталады екен. Ал қалпына келетін ресурстарға келетін болсақ, олар су, топырақ, өсімдік және жануарлар еді. Мысалы, жануарлардың бір түрі азайып бара жатса, оны қызыл кітапқа енгізіп, қорғау арқылы оны қайтадан өсіріп, қалпына келтіру болады. Сарқылмайтын ресурстар ғарыштық ресурс, ол күн сәулесі. Мысалы, бізге келіп жатқан күннің сәулесі арқылы көптеген энергия көздер ретінде қолдануға болады. Ал су, жел энергиясы, ауа массалары. Мысалы кезде, қазіргі кезде отын энергетикалық кешендегі проблемалардың туына байланысты судың, желдің күші арқылы баламалы энергия көздері анықталу үстінде. Сосын ауа массасы. Яғни ауа ол бұрында болды, әлде бола береді. Ол яғни сарқылмайтын ресурс болып табылады. Енді бейне жазбамен танысқан соң, бірінші топ бейне жазбадағы табиғат ресурстары жайлы қысқаша әңгімелесеңіз.
Екінші топта пайдалы және пайдасыз ресурстар деп топтастыруға болады ма? Осы жайында өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі қызыл кітап жайлы ақпаратты жалғастырыңыз. Мәтінде қызыл кітап жайында, оның соңғы 370 жыл ішінде сүтқоректілердің, құстардың 130-ға түрі жойылғандығы, оның жүздеген түрлері қызыл кітапқа енгізгендігі, көптеген зообақтардың сақталынып жатқандығы, қазіргі таңда оның қанша түрі бар, өсімдіктің қанша түрі енгендігі жайлы қысқаша мәлімет айтылған. Енді сіздерге берілетін тапсырма осындағы ойды ары қарай жалғастырып, жаңаша ой пікірменен толықтырыңыз. Төртінші тапсырма. Мәтіннен бейнелі мәнде айтылған қолданыстарды бөліп топтастырыңыз. Жазушының сезім күйін анықтаңыз. Есіл бойында деген мәтінді оқып, қысқа мәтінді оқу барысында сіз өзіңізге қандай сезімде болдыңыз? Қандай бейнелі қолданыстар болды? Соны анықтауға тырысыңыз. Оны анықтау үшін мәтін бойынша жұмыс істеуге болады. Мысалы, бейнелі мәнде айтылған қолданыстар. Жұмсақ, қандай жұмсақ? Жібектей жұмсақ. Үстінен басып белгілеуге болады. Қандай? Жұпардай иісті. Яғни осылай белгілеп, ол белгілеген сөздердің дұрыс еместігін тексеру арқылы және де жазушының осы мәтінді жазу барысындағы қандай сезім күйде болады? Сол күйін рахаттану ма? Жоғарыда ол реніш, өкпе бар ма? Әлде бір аңсау, таңғалу сезімі бар ма? Осы жайлы жазып, мына жерде ұяшықты толықтырып, содан соң өз пікіріңізді тексеруді ұмытпаңыз. Бесінші тапсырма. Кім жылдам? Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемді аяқтаңыз. Тиісті сөздер бізде сөйлемнің ішінде орыс тілінде болып тұр. Мәселен, ауа райы соншама гнетущая болып тұр. Гнетущая қазақша аударғандағы балама сөзін жазамыз. Найзағай жарқылдап, слышны раскаты грома. Яғни слышны раскаты грома мына жерге аудармасымен жазамыз. Осындағы орыс тілінде берілген сөздерді аударып, одан соң өз біліміңізді тексересіз. Тапсырмаларды орындап болған соң, өзіңіздің деңгейіңізді анықтау мақсатында және бүгінгі тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергеніңізді тексеру үшін тест тапсырмасы беріледі. Мысалы, ДХКО мәнін анықтаңыз. Техникалық қауіпсіздік, тәуелсіз қауіпсіздік халықаралық одағы, таптырмайтын қауіпсіз халықаралық одағы, табиғатты қорғаудың халықаралық одағы немесе тілдік қауесет тарататын халықтар одағы. Біз табиғатты қорғаудың халықаралық одағы деп белгілеп, жауаптың дұрыстығын тексереміз. Дәл осылай әрбір сұрақ бойынша өз жауабыңызды тексеріп, дұрыс жауап беріп, білім деңгейіңізді тексеруді ұмытпаңыз.